Big sight, new paint. Ассалаумағалейкум жігіттер. Көптен бері кездеспедік. Сонша уақыт қайда болдым, не істегенім туралы түсіндіріп, мыжып жатуға уақыт жоқ. Сендерге де бұл санырақты естіп отыруларыңа қажеті жоқ деп ойлаймын. Алайда менің бүгін оралып, бүгін видео жазуыма бірден бір себеп болған зат ол мына біздің жігіттердің жағдайлары. Бой десе бой, мый десе миы бар жігіттер өмірде өздерін таба алмай жүр. Бұған басты себеп өздеріне сенімсіз болулары. Өзіңе деген сенімділік тек біреумен паразу шыққанда ғана керек зат емес. Өзіңе деген сенімділік өмірдің түрлі жағдайларында қажет бір қасиет. Бизнес бастайсың ба, ұнатқан қызбен танысасың ба, басқа да бір мақсаттарыңа жетесің бе, бәрібір. Бұның бәрінде сен өзіңе сенімді және теріскей болу керексің. Бүгін өзіңе сенімді болудың басты 5 қағидасына тоқталамыз. Ал сен подписаться түймешесіне бас, жайғас, қызықтың бәрі алдыда, мен оралдым, кеттік. Так, жігіттер, номер 1. Өзіңе деген сенімділік, өзіңе деген құрметтен басталады. Қазіргі білім саласының жіберетін үлкен қателіктердің бірі ол адамның қолдық ойлау қабілетін қалыптастырулары. Олар ең бірінші өзгелерді құрметте дейді, бірақ екіншісі деп те мына өзіңді құрметте деп айтпайды. Бірақ менің бір айтарым, тек әуелі өзіңді құрметтей білген адам өзгелерді дұрыс құрметтей біледі. Жолшыны тек жол жүрген түсіңдер. Айтарым бір, әуелі өзіңді сыйлап құрметтеп ал, өйткені бұл өмірде әлем сенен теріс бұрылса да, сенен бұрылмайтын тек бір ғана адам бар. Ол мына сен өзің. Номер 2. Қателіктеріңді мойында. Қателік жасау ол барлығымыздың мойында бар бір қасиет. Бірақ біреуге қасиет болса, біреуге қасірет. Неге десең, біреу жасаған қателіктерін мойындап, бұл қателіктерден түйін шығара біледі. Анализ жасап, келесіде күйгенін біліп абай болады. Ал біреу қателігін мойындамай, сол қателікті қайталай беріп, сол қапқанға қайта түсе береді. Өзіне деген сенімділігін жоғалтып, қайсарлығын жоғалтады. Сондықтан қандай конченый косячник болмасаң да, қателіктерінен түйін шығара бір. Сонда көресің. Сол бір жасаған қателігің жетістікке жетудегі ең басты бір себепші болуы мүмкін. Номер 3. Шеберліктерің мен қабілеттеріңді дамыт. Любой жерде достойны тұрып беру үшін тек мына мойынды ғана качать етпей, soft skill мен hard skill'дарыңды дамыт. Ол дегеніміз біріншісі қабілет болса, soft skill, екіншісі шеберлік, hard skill. Мысалы, шешен болу, сөйлеу білу, ол бір қабілет болса, кәсібінде білімді сұранысқа ие бір маман болу, ол бір шеберлік, hard skill. Әрқашан мына жаңа шыққан айфонға емес, білімдеріне инвестиция жасап, ақша жұмсаңдар. Номер 4. Саусақты айға шошайтпа. Қалжың айтам. Номер 4. Алдын қол жеткізе алатын мақсаттар қой. Реалист бол. Бүгін квартираға ақша жоқ, келесі среда айға ұшам деген қиял әңгімелерді доғар. Өз-өзіңді алдама, қадама. Әрқашан қол жетімсіз мақсаттар қоя келе, оны орындауың екі талай болады. Қайта орындалмаған мақсаттар өзіңе деген сенімділігіңді түсіреді. Соңында үміт үзесің. Айға ұшу қолыңнан келмейді емес, келеді. Бірақ келесі среда емес. Номер 5. Есіңде болсын, бауырым. Сен бірегейсің. Сен сияқты сенде адам жоқ. Болмаған. Сондықтан өзіңді ешкіммен салыстырушы болма. Салыстырған сайын өзіңе сенімділігін азаяды. Мен ол сияқты емеспін ғой, мен олай істей алмаймын ғой деген ойлар қайта саған келе береді. Инстаграмдағы біреулердің жетістіктеріне сілекейіңді ағызып, бірәжет етіп отырма. Біреудің жетістігі ол біреудің жетістігі. Саған қатысы жоқ. Оның ойлағанша өз жетістігінің ізін қу. Бауырым, жетістік деген бір тау бар. Сол таудың шыңында, VIP орындардың арасында бір орын бар. Сол орынның үстінде шаршағанда қайтпаған, тура жолдан таймаған, мына сенің атың жазылған. Отырамын десем өз еркің, бірақ бір затты біліп қой. Бұл өмірде талай орын бос қалған. Келесі қадам сенікі.
Ал енді жігіттер, бүгін біз өз-өзіңе сенімді болудың 5 қағидасына тоқталып кеттік. Келесі видеоларда тағы да бұл тақырыпқа тоқталып кетеміз деген ойдамын. Сондықтан осы видеоның астындағы комментарияларға сендер не қосатын едіңдер, нені мен ұмытып кеттім, сол туралы кішкене жазып тоқталып кетсеңдер дұрыс болады. Сендермен болған мен, Алихан братан, келесі кездескенше, салам алейкум. Я никогда не плясал, почему-то фрейд. Я никогда не вмешался в эту ячейку. Тұрып бер десең, тұрып береміз ғой, брат. Братак, мен тост айта алмаймын, брат. Қойна. Бұл енді ұнайды. Бірақ енді білмеймін. Білмеймін, енді өзім жеке басым мен істей алмаймын мен ондай заттар. Ол видеоға түсу деген, TikTok. Қараймыз ғой енді, отырасың, қарап, әдетте, бос кездерде қарап отырасың. Бірақ мен өзім жасай алмаймын. Қалай?